Сондай уақытта шешім қабылданды ғой, енді мен айтайын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мемлекетке сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Біз қазір осы билікте жүрген азаматтар, біз оның ішінде жасаған жұмысына жақсы білеміз. Шекарамыз шегенделді. Менің ойымша мемлекеттің деңгейде өзінің жұмысын мейлінше сапалы деңгейде атқарған біздің еліміздің бірінші президенті, тұңғыш президенті. Сол себептен оның туған күнімен ұшпақ-тұс келген, Астана қаласын өзі инициациясын жасаған, тура туған күні шешімін қабылдатқан, туған күнінің қарсаңында қабылдатты, ол жоғарғы кеңесте айтты, қолдаңыздаршы, көшірейікші деп осы жоғарғы кеңес депутаттарының алдында. Сол себептен онымен тарихи ұштасатын күндері көп. Оның маусым туралы мен білмеймін. Назарбаевтың туған күнімен байланысып жатқанда тұрған ешқандай ағаттық жоқ. Бірінші президент жоқ, ешқандай да табынушылығымыз. Бұл күнді Астана күні деп тойлау керек. Мен сізге айтайын, енді болашақта жалпы Астана қаласының пайда болуы, Астана қаланың салынуы бәрібір Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен тікелей байланысты болады. Оны сіз тарих бетінен өшіре алмайсыз да, өшірудің де қажеті жоқ. Менің ойымша сол кісінің осы қаланың салынудағы еңбегі ұшан теңіз. Жоққа шығармайды, мен айттық қой. Ол туған туысқандарының ол уақыттағы жемқорлық мәселесін мен өзімде 7 шақырылымда ол кісінің қасындағы жүрген кейбір азаматтарға байланысты депутаттық сауалдарында болды, соны жақсы білесіз. Осы лудоманияға байланысты күресті бастаған кезде сол кісінің кейбір қасындағы азаматтармен де текетірестер болды. Менің ойымша ол кісінің мәртебесін, ол кісіге бір жақындығын пайдаланып, қасындағы ағайын туысқандар үлкен ол кісі үшін тарихтан өшпейтін бір кінәрат жасады. Сол себептен кейінгі мемлекет басшысы қазіргі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бірден оны түсінді де өзінің сөзінде айтты. Бұдан былай қарай мемлекет басшысының ешқандай туған туысқандар, бауырлар мемлекеттік қызметке, ірі мемлекеттік қызметтің деңгейінде кәсіпорындарды басқаруға құқығы болмайды. Сол өткеннен алынған бір сабақ.